Кеңес үкіметі кезінде бұл кен орнында бар жоғы 9 ұңғыма жұмыс істеді. Кейін ол тарағаннан кейін қараусыз қалды. Тек 1997 жылы Чинаревск кен орны қайта жанданды. Армысыздар, қазыналы мекен бағдарламасы Орал өңірінде. Чинарев оралдық геологтардың соңғы ашқан ірі мұнай-газ конденсатты кен орны. Ол 1991 жылы 4300-5200 метр тереңдіктегі карбонатты түзілімнен табылған. Кен орны Ресей мен Қазақстанның шекарасында орналасқан. Нашим основным активом является Чинарев. Біздің басты активіміз Чинарев мұнай-газ конденсатты кен орны болып табылады. Оның жалпы ауданы 274 шаршы шақырым. Кәсіпорнымызда 1000-нан аса адам еңбек етеді. Олар әлем бойынша қызметтерін атқарады. Сондай-ақ Жайық мұнай компаниясы тағы да 3 Ростошинкс, Дарингс және Оңтүстік Гремячинск кен орындарында жұмыс істеуге 100% құқығы бар. Сонымен қатар жалғыз оператор болып саналады. Бұл кен орындары да Каспий маңы бассейнінде орналасқан. Олар Чинарев кен орнынан 60 және 120 шақырым жерде жатыр. Жайық мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1997 жылы құрылды. Сол уақыттан бастап Чинарев мұнай-газ кенішінде жан-жақты жұмыстарды жүргізуге 30 жылға рұқсат алды. Серіктестік сейсмикалық барлау жұмыстарымен қоса геологиялық, геофизикалық және геохимиялық картаға түсіру жұмыстарын атқарды. 1998 жылы Зеленов ауданы аумағында вахталық кешен бой көтеріп, бұрғылау қондырғыларын орнатып, 1999 жылға дейін бұрғылауға дайындық жүргізді. 2000 жылы нөмірі 10 ұңғыманы байқап көру жұмыстарының нәтижесінде кеніште нақты жұмыстар басталады. Согласно нашим последним отчетам Біздің 2015 жылдың 31 желтоқсанында жасаған соңғы есебіміз бойынша 2P категориясы бойынша мұнайдың жалпы қоры 470 миллион баррель мұнай баламасына тең. Оның ішіндегі 380 миллион баррель мұнай баламасы Чинарев мұнай-газ конденсаты кен орнының еншісінде. Қалған 87 миллионы басқа 3 кен орнының қоры болып табылады. Ал Жайық мұнай компаниясының ұсынатын тауарлар түріне тауарлы мұнай, сұйылтылған көмірсутекті газ, тұрақтатылған газ конденсаты және құрғатылған газ. Кен орнында 2 маңызды нысан бар. Бірі мұнайды дайындау, екіншісі газды дайындаудың кешенді қондырғысы. Сондай-ақ транспортты логистикалық жүйеде жұмыс істейді. Ол арқылы өнім тұтынушыға жіберіледі. Кен орнынан шикізат осы қондырғыға келіп жетеді. Ал бұл нысан 2006 жылы іске қосылған. Келген және өңделетін мұнайдың құрамы толықтай зертханада тексеріледі. Жалпы өндірісте 2 зертхана жұмыс істейді. Оның алғашқысында мұнайдың және судың, екіншісінде газдың құрамы анықталады. Чинарев кенінің мұнай-газ конденсаты жеңіл, ондағы күкірттің мөлшері 0,4%-дан аспайды. Меркаптандар 0,1%-ға дейін. Парафині жоқтың қасы. Ал өндіруші ұңғымалардың тереңдігі 2200 метрден 5500 метрге дейін жетеді. Ұңғымалардан тікелей келген шикізатқа мұнай дайындау қондырғысында алғашқы өңдеу жүргізіледі. Қара алтын 40-50 градусқа дейін жылытылып, 3 фазалы тазалаудан өтеді. Первая стадия подготовки, то есть Дайындаудың алғашқы кезеңінде мұнай құрамынан газды бөліп аламыз. Газ сепарациясының бірінші сатысында тазаланады. Сөйтіп, үдерістен өткеннен кейін газ дайындау кешенінің қондырғысына жіберіледі. Ал мұнай алғашқы сепарация сатысынан кейін екіншісіне түседі. Ол жерде құрамынан су бөлінеді. Оған дейін химиялық демульгатор қосылады. Одан шыққан суды біз жер асты қабат қысымын ұстайтын цехқа жібереміз. Тұзынан тазаланған мұнай әрі қарай меркоптаннан тазаланатын қондырғыға барады. Өзімізге қажетті газды дайындаудың кешенді қондырғысынан аламыз. Ол өзіміздің құрғақ газ. Біз оны пешке және газ турбиналық станциямызға пайдаланамыз.
2010 жылдың соңында газ дайындау кешенінің екі кезеңі бірдей іске қосылды. Қазіргі таңда кен орнына қажетті газ осында өндіріледі. Ал зауыттың қажеттілігіне пайдаланылатын электр энергиясын қуаттылығы 7 мегаватты газотурбиналық станция өндіреді. Газ дайындаудың кешенді қондырғысы тазартылған және сұйытылған газды, конденсатты өндіруге және ілеспе газды залалсыздандыруға бағытталған. Ілеспе газды және шикізатты өңдеу Америкалық Экстрем компаниясының технологиясы бойынша жүргізіледі. Екі кезеңнен салынған қондырғы жылына 1,7 миллиард текше метр тазартылған газ, 140 мың тонна сұйылтылған газ, 750 мың тонна конденсат өндіреді. Біз зауытта шикізатымызды екі жерден қабылдаймыз. Ол біріншісі мұнай дайындау зауыты, мұнайға ілеспе газын біз қабылдап, оны сусыздандырамыз, зиян заттарынан тазалаймыз, және де кептіріп, жеңіл газды орталық Азия құбырына береміз. Ал одан газды жібермей тұрып, оны біріншіден температурасын төмендетіп, минус 34-ке дейін құрамындағы ауыр заттарын алып қаламыз. Екінші келетін шикізатымыз туралы айтсақ, ол бірінші жаңағы конденсатты тұрақтандыру қондырғысына барады. Ол жерде әртүрлі температура арқылы газдың құрамындағы жеңіл көмірсутектерден айырамыз. Тұрақталған конденсатымыз әрі қарай конденсат қоймасына кетеді. Аталмыш жобаның іске асуы экспортқа шығарылатын өнім көлемін көбейтіп отыр. Сондай-ақ конденсатты өндіру барысында ілесе шығатын газды ауаға жақпау мәселесін шешкен. Бұл Батыс Қазақстан облысында көмірсутек шикізаты бойынша жүргізіліп жатқан жобалардың тек бір бөлігі ғана. облыс көлемінде мұнай газ орындарының тағы да көздерін ашу үшін өзіміздің облыс көлемінде орналасқан жер қойнауындағы іздестіру мен барлаудың 7 нысанында геологиялық іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жеке және шетелдік инвестициялар есебінде жүріп жатыр. Олар дегеніміз Рашков мұнай газ конденсаты кен орны, солтүстік Каспий, Карпов жер қойнауы бөлігіндегі Орловский геологиялық құрылымы, болмаса Южно-Гремячинский, Даринский, Ростошинский мұнай газ кен орындарындағы іздестіру мен барлаудың, нақтылаудың жұмыстары жалғасын табуда. Қазіргі таңда Чинарев кен орнында газ дайындау кешенді қондырғысының 3-ші кезеңнің құрылысы жүріп жатыр. Ол 2013 жылдың аяғында басталған. Қазіргі таңда басты технологиялық эстакадаларды, басты қондырғыларды монтаждау жұмыстары жүруде. Мұнда жұмысқа Қазақстанның ірі қаз құрылыс сервис, Имсталькон секілді компаниялар тартылған. Сонымен қатар, осы өңірдегі мердігерлер де бар. Батыс Қазақстандағы ірі компаниялар жұмыс істеп жатыр. Олар Жайық құрылыс, Фартойл және Адал профи компаниялар. Чинаревтан шыққан шикі мұнай мен тұрақтандырылған газ Зеленов ауданының Белес ауылындағы мұнай құятын терминалға дейін ұзындығы 120 шақырым болатын мұнай құбыры арқылы тасымалданады. Сығымдалған көмірсутек газы арнайы көліктермен, ал құрғақ газ кен орнына қарасты газ құбыры арқылы Новопсков, Орынбор газ құбырының түйісетін жеріне дейін жеткізіледі. 2017 жылдың ортасында газ дайындау кешенінің құрылысы аяқталады. Соның арқасында өндіріс көлемі артады деп жоспарланып отыр. Сіздермен бірге болған Қазыналы мекен бағдарламасы бізді 24 KZ телеарнасының сайтынан және әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Кездескенше.